Син. И сейчас состоится творческая часть. Мы все в ожидании этого замечательного действа. Чулпан Маратовна Кадырова. Классное мероприятие. Бауыржан Туленов, являюсь директором Бином School имени Алихана Бакихана. Сегодня у нас в Астане проходит первый раз итоговое мероприятие BFest. Данное мероприятие длилось у нас в течение полугода, с января месяца текущего года. Проходило в нескольких направлениях. Это развитие детей в спортивном направлении, спортивные мероприятия, соревнования между всеми школами Бином города Астаны. С творческого направления B-Art, социального направления B-Social, B-Musical у нас проходил. То есть это был комплекс таких мероприятий, которые проходил во всех Бином. Было вовлечено все 20 тысяч учащихся, которые у нас есть. Особая популярность была в направлении B-Bookman, когда дети вовлекались в чтение. Вот сегодня как раз мероприятие, когда мы подводим итоги этого большого фестиваля. Одно из ярких мероприятий, которое проходило в рамках B-Art, это постановка мюзиклов. Все 6 школ выбирали мюзиклы. Вот, например, наша школа выбрала мюзикл «Ромео и Джульетта». Есть школы, которые выбирали мюзиклы «Достар Серта». Все 6 мюзиклов были поставлены 8 мая. Очень зрелищное было мероприятие. Родители, учащиеся, мы все смотрели данное мероприятие. Что сказать, по другим направлениям, ну, спортивное направление, конечно же, это футбол, баскетбол, дети в возрасте 13-14 лет, все были в командах, ну, такие яркие. Работали непосредственно с театром ТЮЗ, театр юного зрителя, да? Нам помогали режиссеры этого театра, именно подготовке нашего мюзикла. Было вовлечено 40 детей. 40 детей участвовало в мюзикле, они пели, они танцевали. Кстати, наша вот школа взяла номинацию «Самая лучшая хореографическая постановка». Это очень такое интересное направление. Сегодня вы увидите один отрывок данного нашего мюзикла. Сегодня мы будем именно показывать те лучшие моменты этих мюзиклов. Сегодня на сцене можете посмотреть. Подготовка мюзиклов заняла примерно около 2 месяцев. В течение 2 месяцев наши дети проходили репетиции, подготовки. Ну, вот в этом направлении. Еще одно интересное направление – это B-Project. Когда дети разрабатывали свои проекты, именно проекты в нескольких направлениях. Направление экологического направления, направление архитектуры. Вот в нашем школе дети разработали проект, который помог облагородить озеро Талдыколь. То есть и мы в этом направлении, экологическом направлении, заняли тоже одна из работ в экологическом направлении. Эта работа тоже будет сегодня отмечена. Уважаемые друзья, достар, қазір Бином School өткізіп жатқан ярмарка жәрмеңкеге келді. Өте апидемі сондай заттар сатылып жатыр. Благотворительная ярмарка. Мен жаңа мынаны сатып алдым. Өте такой, мне понравился. Буду его носить теперь. Такие куклы, вот такие вот разные тюбетейки. Очень-очень много шоперы, картины. Талшына айтып жіберіңізші, мақсаты осы жәрмеңкенің? Жалпы негізі бүгінгі ұйымдастырылып отырған осы оқушылардың өз қолдарынан жасаған бұйымдар. Мынау Қадыр Мырза әлі мектебіндегі оқушымыз Жамиляның еміне сол
қамқор ретінде, ақшалай көмек ретінде жасалынып жатқан іс-шара, яғни қайырымдылық іске жұмсалатын бір жәнегі жұмыс деп айтуға болады атқарылып жатқан. Оқушымызға, біздің мектепте оқиды, 4-ші сынып оқушысы, сол оқушыға көмек болу үшін. Ну енді көп сауда қалай жүріп жатыр? Таңертеңгі 8-ден бастап осы жерге келіп, біз мысалы 11-ден бастап ақырындап осы саудаларымызды жасап жатырмыз. Барлығы осы жерге келген қонақтарға, ата-аналарға сатылынып жатыр. Барлығы сол оқушыға деп көмек ретінде. Өте жақсы, Талшын, сізге сәттілік тілейміз. Рахмет сіздерге де. Подготовка проходила около месяца. Очень стремительно. Сложно было? Сложно очень было. Первый раз. На самом деле мюзикл готовится полгода. Мы подготовились за месяц, можно сказать. Книга рекорда Гиннесса. А сложно было роль свою учить? Роль? Нет, не особо. Не особо. Хоть и много слов, но я будто бы вжилась в роль и быстро выучила слова. Мне подсказывают, вы можете спеть даже кое-что, да, сейчас? Давайте послушаем. Я ән айта аламын. Мысалы, Қыз жібек мюзиклінен Гәкку ариясы. Жайдым құшақ, мен сенді қарғы жағынай, өзің қамданай. Гәкку, 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 Вся школа БИНО бесплатная, никаких специальных экзаменов для поступления не требуется. БИНО это у нас на песню на став бар. БИНО – это образовательные форумы и встречи с лучшими в своей сфере. БИНО – это Қазақша интеллектуалдық музей. Мұнда условия өткен дамтамыз. Школа БИНО – это постоянная мотивация стремиться к успеху. БИНО – бұл спортты салауатты өмірді қолдайтын орта. БИНО – это учителя, которые объясняют урок интересно, бесноватно и очень понятно. БИНО – сан қызықтың ордасы. БИНО – это друзья, с которыми у нас общие интересы и стремления. БИНО – это весело. БИНО – это мод. БИНО – менің үйім. БИНО – мой дом. БИНО – менің үйім. БИНО – менің үйім. БИНО – мой дом. БИНО – менің үйім. Және сенің үйім.
өтіп іс-шаралар фестивалінің гала концертіне қош келдіңіздер! Қайырлы күн, құрметті жолдастар, қайырлы күн, құрметті аналар, мұғалымдарымыз, баладарымыз, қайырлы күн. BeFest деген фестивалға қатысып, бүгінне алғашқы күн, сонымен құттықтаймын. Рахмет. Ал енді бір презентациям бар еді. Часто задаваем вопрос, зачем, почему мы пошли по этому пути, да? Конечно, фестиваль это первый, только начали мы работу по фестивалю, поэтому это первые результаты. Ну, давайте обратимся к небольшой истории, да? Бір қазақтың сөзі бар, ел болам десең, бесігіңді түзе деген. На русский переводится, если хочешь стать великой нацией, начни с колыбели. Здесь мы показали хорошие цифры, это процесс увеличения населения в Казахстане. Нам для нас большое счастье, на сегодня 22 тысячи детей учатся, запускаются еще 2 школы, еще детей набирали, у нас в этом году будет 32 тысячи учеников. Но на самом деле Бином – это сообщество со своими ценностями, культурой, миссией и видением. Потому что у нас прекрасная команда, и которую мы всячески мотивируем. Второе – это функциональная грамотность. И третье – это не просто развитие одаренных детей, но поддержка слабоуспевающих. Сегодня здесь собрались успешные наши дети, победители всех уровней олимпиад. Но мы с вами знаем, что у нас еще с вами есть дети, которые нужно подтянуть, у которых успеваемость послабже. У нас не было никакого отбора, вы знаете, специально не сделали никакого отбора в школу Бином. Были сейчас все дети разных районов, с разных районов города, с разных регионов приехали родители, дети. И поэтому у нас сейчас такой своеобразный микс детей с разным уровнем успеваемости и с разным уровнем успешности. И поэтому наша задача в Биноме – это как помогать успешным детям достигать успеха еще больше, также и подтягивать. Это задача со звездочкой, вот чем мы будем с вами, наверное, заниматься в следующие годы. Какие навыки будущего нам нужны, да? Это на слайде профессор сэр Майкл Бербер. Формула успеха для выпускника – это знание, мышление и лидерство, умноженные на этику. Это воспитание наших детей. Можно будет следующий слайд. 2 слова о нашей команде. Сильнейшая команда, я считаю, собралась. Это и директора, и завучи, наши учителя. Во главе Шолпан Маратовной. РЛМ учебную часть подтягивает. Мы практически встречаемся периодически каждую неделю. И эта команда сейчас начинает, уже разогналась и начинает делать уже следующие витки развития. Мы проводим вместе с семинары, проводим стратегические сессии, встречи проводим. То есть мы за эту работу взялись. Если мы еще в прошлом году занимались организационными вопросами, то в этом году уже начинаем работать над качеством. 3 дня назад приехали специалисты из Гонконга, тоже посетили нашу школу. Да? Во-первых, они смотрели, говорят, как дисциплинированы наши дети. Вот мы думали, не дисциплинированы. Нет, они были поражены дисциплиной наших детей в школе. Представляете себе, да? Золотые дети. После этого покопались, посмотрели, они говорят, ну ваш уровень самый высокий, один из высочайших уровней дисциплины. Равен 0,93, и это один из высших показателей в мире. То есть бірдің тәртібі бар, да? Біздің балалардың тәртібі биік. То есть воспитанность наших детей очень высока. Мы даже не знали, да, что такое есть. Да? Оказывается, действительно, это цифры. Да? То есть, когда приехали специалисты, мы подумали, ну, наверное, во всем мире дети, да, такие дисциплинированные. Нет.
И после этого мы начинаем понимать, когда мы смотрим фильмы, да, зарубежные, как там бегать по классу, да, у нас это же вообще не положено, да. Поэтому у нас есть огромные преимущества. Уровень образованности, культуры нашей очень высокий, поэтому я думаю, мы сможем быстро догнать своих зарубежных сверстников именно за счет этого, в том числе, преимущества. Относительно других школ, наши учителя получают как минимум 93 академических часа обучения в год. Это 3 раза больше, чем в обычной школе. Мы будем поднимать это еще выше. Принят Европейскую ассоциацию Health Association. Это новость практически двухдневная. 2 дня этой новости, поэтому это замечательная, шикарная новость, которая нас вдохновляет. Теперь мы можем получать очень много инсайтов. Мы теперь в одной образовательной системе с европейскими школами. Это у нас возможность к дополнительным знаниям, получению скиллсов. И, конечно, мы теперь сможем сделать еще больше. Мы, честно говоря, не ожидали, что это получится быстро. Да? Мы думали, это будет в следующем году, через 2 года, через 3. Но вот попробовали, это получилось. С чем поздравляю всю команду, учителей, учеников, родителей. И закончить я хотел сказать тем, что в биноме все преобразования только начинаются. И хотел пожелать всем ученикам, кто сидят на первых, вторых рядах, дальше, выше. Нам всем здорово повезло, мы живем во времена перемен. Давайте сделаем все от нас зависит, чтобы мы стали все еще более успешными. Бином все только начинается. Спасибо. Қош келдіңіз. Рахмет, сәлеметсіздер ме, құрметті қауым, бүгінгі мына үлкен той құтты болсын, жаңа ғана күшті сүйінші хабарларыңыз құтты болсын. Біздің мектеп ең күшті, балаларымыз мектепте оқиды. Өте қатты осы жетістіктерге қуанып жатырмыз. Тамаша. Басқа рұқсатта? Ал, ендеше бастайық. 3-ші дәрежелі дипломмен Ыбырай Алтынсарин атындағы Бином Скул мектебінің лицейінің оқушысы Ғалым Амина марапатталады. Қошеметті қолдап отырайын. Тағы 3-ші дәрежелі дипломмен Қаныш Сәтбаев атындағы Бином Скул мектеп лицейінің оқушысы Еңдібай Мәди марапатталады. 2-ші дәрежелі дипломмен Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Бином Скул мектеп лицейінің оқушысы Цой Алекс марапатталады. Дәл осындай дипломмен Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Бином Скул мектеп лицейінің оқушысы Манарбекова Наргиз марапатталады. Құтты болсын. Тағы да 1-ші дәрежелі диплом Қадыр Мырзали атындағы Бином Скул мектеп лицейінің оқушысы Төреғали Зарина марапатталады. Біздің жеңімпаздарымызға қошеметтеңіз. Біздің театрға келіп, жас көрермендер театры болғандықтан фестиваль өткізушілер көп, халықаралық театр фестивальдарын өткізіп, бірақ сол Шолпан Маратқызын алса, біз мюзикл фестивалін өткіземіз деген кезде мен кішкене 1 минуттай тұрып қалдым. Мюзикл әртісін біз 4 жыл дайындаймыз, 2 жыл магистратурада оқытамыз, сосын барып сахнаға шығамыз осындай үлкендер. Жоқ, біздің мектептер бөлектер. Содан біз екі жақты сондай әріптестік байланыс орнатып, біздің театрдың жас режиссерлары, актерлары кірісіп, нәтижесінде 8 мамыр күні үлкен фестиваль өтті. Мен ата-аналарды көріп қуандым. Небір таланттардың барлығы сол Бином мектептерінде жүрген, соларды көріп қуандым. Солардың ішінен біз таланттарды көрдік. Менің ұғымда бұл балалар, қыздар болашақта біздің Қазақстанның театр, кино кеңістігінде жарқырайтын жұлдыз болатындарына сенемін. Мен Бином мектептерін ерекше жақсы көремін. Соның біреуі бүгін Қадыр Мырзали атындағы мектепте Қадыр мұрасы деген үлкен кадр оқулары өтіп жатыр. Соны менің таң қалған, дарын орталығымен өткізіп жатыр. Кішкентай оқушылар
ең үздік өнертапқыш бойынша таласып жатыр. Қадыр Мырзалиннің өлеңдерін оқып, сол бойынша мынау әлемді қалай көреді, соған инструктор ретінде, өнертапқыш ретінде өздерінің үлкен жобаларын әзірлеген. Операторлар Қадыр Мырзалиевтің өлеңдерінің негізінде үлкен бейне сюжеттер дайындаған, ал суретшілер сурет салған. Сондықтан балаларды ең бірінші кезекте осындай өзінің ұлтының өнерін, мәдениетін, әдет-ғұрпын сыйлауға тәрбиелегеннен кейін, мен ойлаймын, манағы Айдын Мырза басында айтқандай, бесігін түзейтін, бесігін тербететін үлкен жігіттер мен қыздар дүниеге келеді. Сондықтан мен осы сәтті пайдалана отырып, осы бином мектептердің ашылуына ұйытқы болған, инициатор болған Айдын Рахымбаев Мырзаға көп алғыс айтқым келіп тұр. Себебі бұл мектеп қарапайым отбасылардың балалары оқитын мектеп. Бұл мектепте қарапайым отбасыларында өсіп жатқан, өніп жатқан балаларымыз өзінің бүкіл потенциалын, әлеуетін көрсететін мектептер. Мектеп, осы бином мектептер жарқырап, Европа әлем кеңістігін бағындыра берсін. Еңбегі бар. Қадыр Мырзалин атындағы бином скул мектебінде бас жүлде мюзикл номинациясы бойынша. Көп рахмет. Жадап жүре бай
қашандайын жайнаған бұлбұлым бол сайраған. Мен тыңдаушы болайын, даусыңды естіп тоймаған. Бұлбұл емес, жай құс бол. Ұнамай жүрсем қайтермін. Танымаған бұлбұлды құлағым болар кінәлі. Әр айымға жаза бар. Тыңдай білмес құлақтан жылып жүрсің қайтерсің. Өзіне болар о бала. Өзім тоса берермін жібекші. Әйел емкек, ер жаңғақ. Құлағыңа қызға қол жетпей жүрсе қайтермін. Ақ дүние сол бір күн шыныменен келермен. Не қылсаң да еркін деп сол бастауына өзім әкеп ермем жібекжан. Құлағынан асаудың шоған қолдан сүйермем жібекжан. Айтылған сөз, атқан оқ, кетер кейін қайрылмас. Айтылған сөз берген серт, қайталанбас айнымас. Уәдедеші осыны жібекжан. Үкімет бағыты бойынша қатысушылар жаңылғаштар жатқайқан екен, мен бір екеуін жазып алдым, соны айтып көрсем. Ал көрейік. Уайымдап тұр. Оралдан оралды ма, оралдан Омар оралды ма, орал. Сен мені тығырыққа тіреп жатсың ба? Тағы да бар, көрейік. Зурда да ойнайды, зурда бір ғана зур ойнайды емес, арада зеленде зурда да ойнайды. Вашингтон. Номинация Book Trailer және 5-ші номинация TEDx Talks. Міне осы номинациялар бойынша сынға түсті біздің оқушылар. Жалпы оқуға құштар, мектептің оқуға құштары ұлт болары хақ. Осыған орай аталмыш номинациялардың үздіктердің үздігі болған мектептерді марапаттау үшін сахна төріне Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығы мерейтойлық медалі, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасы, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері және алғашқы бином мектебінің басшысы Байтажикова Құралай Амангелдіқызына біз шақырамыз. Құрметті биномдықтар, қайдасыздар, барсыздар ма? Құрметті ата-аналар, қадірлі біздің ұстаздар, қонақтарымыз. Шынымен де бүгін сондай тамаша фестивальдің қорытындысы шығып жатыр. 4-5 ай бойы осы фестивальмен барлығымыз дайындық жұмыстарын жүргіздік. Қаншама мыңдаған оқушыларымыз қатысты. Бүгін мен өзім ең жақсы көретін ісім кітап оқу болса, сол ең кітап сүйер оқушыларымызды марапаттауға шығып тұрмын. Оған өте қуаныштымын. Жалпы болашақта телевизор қарағандардан, немесе қазіргі әлеуметтік желілерде көп отырғандардан гөрі кітап оқығандардың тасы өрге домалайды дейді. Сондықтан кітап оқыңыздар, сіздер қашанда биіктен көріне беріңіздер. Көп рахмет. Олай болса біз марапаттау рәсімін бастаймыз, осы номинация бойынша. 3-ші дәрежелі дипломмен Әлихан Бөкейхан атындағы Биномскул мектеп-лицейі марапатталады. Қошеметтеріміз. Жеңімпаз мектеп 100 мың теңге көлемінде арнайы қаржылай сыйлықпен және өздеріңіз көріп тұрғандай Құрметті қолдап отырайық, қошеметтеп отырайық.
Рахмет сізге, есіңіз сурет болсын. Жылы тұрыңыздар. Бақпен келе жатыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Букмен номинациясының екінші дәрежелі дипломымен марапатталды. Ал бізде кезекте бірінші дәрежелі диплом. Қаныш Сәтбаев атындағы Биноскул мектебі марапатталды. Бірінші дәрежелі диплом. Жеңімпаз мектеп 200 теңге көлемінде арнайы қаржылай сыйлықпен және жеңімпаз кубогымен марапатталды. Міне, нағыз жеңімпаздар осылай болуы керек. Жарайсыздар. Суретке түсіп аламыз ба? қазақ композитор, қазақ вальсінің қырғыдан кеткен ән аға шәмші мезетінен үзінді сахнада өнер көрсеткен Әбіш Кекілбаев атындағы Биноскул мектеп лицейінің оқушылары.
Ахмет Жұбановтың өзі оқуға қабылдады. Мен консерваторияға оқуға түстім. Кетті. Сахар университеті Әбішкекілбаев атындағы Бином Скул мектеп лицейінің оқушылары Шәмші мезетімен. Жақсылық жасасаң, бақытты боласың. Бұл сөздер бейсоушал бейнебаяндар байталының басты ұраны болды. Биномдықтар көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созуға бағытталған жүйелі әлеуметтік жобаларды жыл бойы жүзеге асырады. Осы бағытта аз қамтылған отбасыларға киім-кешек пен дәрі-дәрмек, азық-түлік жинау, үйсіз жануарларға арналған баспаналарға барып көмек көрсетілді. Сонымен қатар ағаш егу, пластик қалдықтарын жинау мен қайта өңдеуге бағытталған экологиялық жобаларға қатысты. Байқау соңында Бином мектептеріндегі еріктілер қозғалысының оқушылары креативті бейне жұмыстар түсірді. Үздіктер келесі аталымдар бойынша анықталған болатын. Тұрақтылық курсы, отбасы құндылығын қолдау, жақын жанға қамқор, өзгеріс менен басталады. Ауқымды бастама экологиялық мәдениетін дамыту. Бином Скул, мейірімді жүректер мекені. Алайда егістермен жарысу және оны үнемі дағдыға айналдыру Бином мектептердің негізгі бағыттарының бірі боларына күмән жоқ. Дәл осы бағыт бойынша байқауға қатысу үшін жақсылық жасасаң бақытты боласың тақырыбында әр мектеп өз бейнеролик әзірлеу және оны қорғау қажет болады. Иә, керемет, жақсы шыққаны сөзсіз. Жалпы мына жақсылық жасау және жасай білу ол да бір бақыт. Қадыр Мырзали атындағы Бином Скул мектеп лицейі марапатталады. Келіңіз отыр. Құтты болсын. Құттықтаймыз, жалғастырайық. Келесі номинация ауқымды бастама номинациясы. Ыбырай Алтынсарин атындағы Бином Скул мектеп лицейін біз марапаттаймыз, ордаға шақырамыз, сахнаға келіңіздер. Бином Скул мектеп лицейі. Құттықтаймыз. Келесі номинация барлығын өзгерте аламыз. Әбішкекілбаев атындағы Бином Скул мектеп лицейі марапатталады.
Динамо Ту деп аталады. Бұл номинацияның жеңімпаздары Алихан Бөкейханов атындағы Бином-Скул мектеп-лицейі. Бұл номинацияда Ахмет Байтұрсын атындағы Бином-Скул мектеп-лицейі марапатталады. Марапаттың құтты болсын. Естеріңізге келеді. Туысы номинациясымен Гран-при Қаныш Сәтбаев атындағы Бином-Скул мектеп-лицейі. Арнайы мажор бекетті Кітапшаңызға қарап жіберіңізші. Әрі қарай бағдарлама бойынша не болу керек? Кітапша? Кітапша жоғалып кетті. Не? Жоғалтып алдың ба? Мүмкін менің көмегім тиіп қалар. Сіз қандай пікір ұсынасыз қанша? Сіз бұл бауды Ханзада үшін ұйымдастырдым дедіңіз. Ал мен ән шырқап берейін. Өте жақсы. Білегімен жұмыс жасай алатын мықтыларды жинаған алаң. Өзіне сенімді, күшіне берік болған ең үздіктер осында. Олар баскетбол, волейбол, үстел теннисі, футзал және тоғыз құмалақтан бақ сынады. Өз бойына қайсарлық пен жігерді, намыс пен өжеттілікті жинаған бұл жастардың жеңіске ұмтылысы мен талпынысы қуантты. Сайыста 2 мен 11 сынып аралығында 3000-нан артық оқушы өз күштерін сынады. Би-спорт бұл еліміздің туын көкке көтеріп, мақтан тұтатын чемпиондарын тәрбиелеп, әлемдік рингтерде күшін салып, елге жеңіспен оралатын нағыз чемпиондар осында. Еліміздің намысын қорғап жүретін чемпиондар Бином-Скул мектептерінде білім алып жүр деп мақтанышпен айта аламыз. Чемпион жаттығу залдарында пайда болмайды. Чемпионды адамның ішіндегі құлшыныс, арман мен мақсат тудырады. Келесі номинация би-спорт деп аталады. Осы орайда менің әріптесіме қоятын бір сұрақ бар. Ардақ, енді мына қазақ спорты дейміз, иә, қазір дамып жатыр. Қазақ спортшыларының ішінде кімге жан берсін?
негізі көп қой енді, бірақ біздің ұлтымыздың брендіне айналған деп айтсақ болады. Triple G бар, Геннадий Головкин. Қазір UFC-де октагонда қазақ елінің намысын қорғап жүрген Шавкат Рахмонов бар. Одан кейін теннисте талай спортшылардың шаңдап тұрып жүрген Елена Рыбакина бар. Бұл сұрақты не үшін қойдым? Мен тексерейін. Қонақтарымыздың ішінде де сен айтқан жаңағы спортшыларымызға да жанкүйерлер бар екен, қолдап. Ал олай болса дәл осы номинация бойынша біз дәл қазір марапат рәсімін өткіземіз. Мен деген спортшыларды марапаттау үшін сахна төріне Гиннестің рекордтар кітабының әлемдік рекордсмені, Қазақстанның бірнеше дүркін рекордсмені, Мәдениет және спорт министрлігінің ресми амбассадоры Цирюльников Сергей Валерьевичті шақырамыз ортаға. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Сергей мырза, қош келдіңіз. Ортаға шығыңыз. Армысыздар, ағайын. Да, меня правильно представили. Менің атым Сергей, қазақша Серғазы боламын. Мен қазақша үйреніп жүрмін. Орысша сөйлей бола ма? Жарайды, рахмет. Тогда мен айтамын, иә? Да, здравствуйте, уважаемые друзья. Очень приятно находиться здесь. Здесь очень мощный заряд энергетики, который исходит от наших детей, от современного Казахстана, хотелось бы сказать. Потому что молодежь сегодня – это современный Казахстан завтра. И сегодня школа Бином поистине делает большой вклад не только в наш город, но и в нашу страну в целом. Я уже 1000 раз говорил, что на нашей земле наша молодежь одна из самой талантливой молодежи в мире. Ребят, вы здесь, Бином, дайте шума! Дайте шума! Ну что, я к школам имею непосредственное отношение. Так, сейчас будет небольшой стендап, да? Мы продолжим, да, ребят? Так, ну что, я к школам имею непосредственное отношение. За 2 года я обеспечил лично 103 школы по всему Казахстану. Сельских школы, да, поэтому я с молодежью встречаюсь практически каждый день мы общаемся, и еще раз повторю, что наша молодежь самая лучшая. Ребят, вы крутые, дайте шума. Ну что, давайте наградим вас. Окей? Круто, Сергей Валерьевич, с вашего позволения начинаем поздравлять, награждать, да, в номинации «Вид спорт» награждающих. Сонымен, 3-ші дәрежелі дипломмен Абырай Алтынсарин атындағы Биномскол мектеп-лицейі марапатталған. 3-ші дәрежелі диплом Абырай Алтынсарин атындағы Биномскол мектеп-лицейіне бұйырды. Жеңімпаз мектеп 100 000 теңге көлемінде арнайы қаржылай сыйлықпен және жеңімпаз кубогымен марапатталған. Құтты болсын. Жақындар тұрайық. 3-ші диплом құтты болсын. Вид спорт бағытының 2-ші дәрежелі дипломмен, 2-ші дәрежелі дипломмен Қаныш Сәтбаев атындағы Биномскол мектеп-лицейі марапатталады. Қаныш Сәтбаев атындағы Биномскол мектеп-лицейі 2-ші дәрежелі диплом құтты болсын. И спорт номинациясының 2-ші дәрежелі дипломы жеңімпаз мектеп 150 000 теңге көлемінде арнайы қаржылай сыйлықпен және жеңімпаз кубогымен марапатталады. Бағдарламаның иесі сөйледі. Тамаша. Кезекте бізде 1-ші дәрежелі диплом Ахмет Байтұрсынов атындағы Биномскол мектеп-лицейі. 1-ші дәрежелі диплом жеңімпаз мектеп 200 000 теңге көлемінде арнайы қаржылай сыйлықпен әрине және жеңімпаз кубогымен марапатталады. Құттықтаймыз. Жалпы ол қалыптың отырысы қаттырақ айтарыз. Қолдап тұрайық. Take a little walk to the edge of
a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. They'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. So